Сәлем, құлпынайдан жасалған лимонад дайындаймыз. Ол үшін керекті ингредиенттер видеода көрсетілген. Ең алдымен жалбызды саламыз, лимонды саламыз және құлпынайдың жапырақтарын алып тастап саламыз. Айта кететін жайт, лимон, жалбыз және құлпынайдың кішкене бөліктерін алып қалыңыздар сәндеу үшін. Міне мен осынша бөліктерін алып қалдым. Енді блендердің көмегімен езіп шығамыз. Шамамен осындай консистенция болу керек. Спрайттың аз ғана бөлігін құйып, жақсылап араластырамыз. Кувшинге мұзды саламыз. Пюрені ситадан өткізіп аламыз. Жақсылап сұйықтығын сығып аламыз. Ал қоюын керек емес, тастаймыз. Енді оны да кувшинге құямыз. Бағанағы алып қалған құлпынай, лимон, жалбызды саламыз. Ең соңғы этап спрайттың қалғанын құямыз. Қасықтың көмегімен араластырамыз. Лимонад дайын. Лимонадтың дәмі өте күшті шығады, ерекше дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Зухра Алдияр.